Selim, benim adım Daniel. Benim жасым 5-те. Мен 30-ші мектептің 0А сыныбында оқимын. Мен өлең айтқан, сөйлеп салғанды жақсы көремін. Менің отбасым әжем, әкем, анам, ағатайым Бекет, інім Хан. Мен отбасымды қатты жақсы көремін. Біз тату отбасымыз. Мен өскенде әнші болғым келеді. Әже, сіз көп тігесіз, маған да үйретіңізші. Қазір үйретемін. Балам тұрмыз, құрақ көрпетімен көшік тігеміз. Әуел біз оны сызып алайық. Ол көп құрақтан тұрады, бірнеше әдем болу үшін. Көрінбе бізде құрақтар бар. Біз соның бәрін бірге етіп, сызып, қиып алуымыз керек. Тігеміз. Қазір сосын оны мәшинаға салады. Әуелі қолымен тігіп алады бәрін. Mana осы құрағын алғаннан ішіне тартта салып, мынандай әдемі құрақ көшік жасады. Көрдің бе? Күшті көшік шықты әдемі. Мынандай әдемі көшік шықты. Кішкентайдан мені мәпелеп өсірген, осы күнге мені еңбекпен жеткізген, осы күнге мені еңбекпен жеткізген аяулы анашым. Аяулы анашым, ақ сүт берген маған, бұл өмірде жоқ қой сенен артық адам. Анам бар деп мәңгі ән айтып мақтанам. Аяулы анашым. Аяулы анашым, ақ сүт берген маған, бұл өмірде жоқ қой сенен артық адам. Анам бар деп мәңгі ән айтып мақтанам. Аяулы анашым. Мен де өстім, осы жасқа келдім, анамның ақ сүтін ақтан жасқа келдім. Ұлым сені қойыр қайтарам дейін. Аяулы анашым. Аяулы анашым, ақ сүт берген маған, бұл өмірде жоқ қой сенен артық адам. Анам бар деп мәңгі ән айтып мақтанам. Аяулы анашым. Аяулы анашым, ақ сүт берген маған, бұл өмірде жоқ қой сенен артық адам. Анам бар деп мәңгі
ән айтып мақтанам, аяулы анашым. Аяулы анашым, ақ сүт берген маған, бұл өмірде жоқ қой сенен артық адам. Анам бар деп мәңгі ән айтып мақтанам, аяулы анашым. Аяулы анашым, ақ сүт берген маған, бұл өмірде жоқ қой сенен артық адам. Анам бар деп мәңгі ән айтып мақтанам, аяулы анашым.